не істеп жатсыңдар осы уақытта адам таппай? Айтшы маған. 3 жылдан бері таппай жатсыңдар ма? Жердің бетінде адам таппай жатсыңдар ма? астан кетіп кетсең жарайды, таппайтын шығарсың. Жеке қаулылар шығарады. Кішкене контроль прокуратура сіздер қайда қарайсыңдар сонда? Осындай көрмейсіңдер ма? Егер жұмыс істей алмайтын болсаңдар, істі беріңдер, ДВД тергесін. Болмаса басқа облысқа жіберейік бұл дела. Түркістан ауданы жұмыс істей алмайтын болса. Сонда хабарға кетті сонда. Бәрі бар ғой. Түркістан аудандық прокуратурасына келіп отырмыз. Біздің келген себебіміз Мұсаев деген азамат осыдан 3 жыл бұрын бір КАМАЗға 10 тонна агречка тиеп жіберген. Ол КАМАЗдағы агречка ұрланған. Бірақ осы ұрлық фактісі бойынша қылмыс іс қозғалған. Бірақ бүгінгі күнге дейін сол қылмыс іс бойынша кінәлі адамдар анықталмай отыр. Ол жерде КАМАЗдың иесі тауарды ұрлатып алдым деген сылтаумен жауап берген. Бірақ ол нақты кім алғанын бәрін тергеу органдары жасырып отыр. Қанша рет мен осы қылмыс істі тергеу сотымен заңсыз деп тауып бұзып қайта тергетсем де, прокуратура қайта тергеу жүргізсе де, бүгінгі күнге дейін қылмыс істі жауып тастай береді. Сол үшін қазір мен Түркістан ауданы прокурорының қабылдауына қабылдай ма, қабылдамай білмеймін, бірақ енді келіп тұрмыз. Осы іс бойынша прокуратураның хабары бар ма, жоқ па осы қылмыс істе? Неге 3 жылдан бері бір шешім қабылданбай жатыр? Не үшін кінәлі адамдар анықталмай жатыр? Осыны анық-қанығына жету үшін қазір Түркістан ауданы прокуратурасына келдік. Қазір ішке кіреміз. Маған прокурордың өзі керек еді. Ол шығып кетіп еді, енді жиналыс акимат тұрсы. Акимат жиналысы ма? Неше орынбасарлар бар ма? Қылмыстық іс бойынша тергеу жөніндегі орынбасарлар болса. Тергеу жөніндегі ма? Өйткені бізде қазір қылмыстық іс бойынша созбалаңға салынып жатыр мына Түркістан ауданы. Негізі кім? Мен бірнеше адамдар атап өттім. Сол адамдардың бәріне жауап алып, беттестіріп жаса дедім. Бірақ бүгінгі күнге дейін өтініш хатым қанағаттандырылады да, бірақ әкелмейді. Ол жерде КАМАЗ тиеп кеткен, товар тиеп кеткен КАМАЗистер жауабы деймін, әлі күде алған жоқ. Не себептен алмай отыр одан? Логистиканы адамнан ғана алды, болды. Прокуратураға келдік. Біздің қылмыстық істен бейхабар ғой. Ешқандай Түркістан ауданының прокуратурасы осы жұмыс істемейді деген сөз. Ісімді қандай, не туралы екенін білмейді. Өздері жауап беріп отыр бізге. Қадағалауға алып жатырмыз, өзіміздің арнайы нұсқауларымызды бердік дейді. Бірақ өкінішке орай 3 жылдан бері сол записті қайталай береді. Білмеймін, қазір енді прокурор жұмыс уақытында орында жоқ. Орынбасарына қабылдауға мен айтып жібердім, қазір жерде прокурор хабарлап шығамын деді, енді қазір көреміз. Осы 2020 жылдан бастап тергеуші шақыртты ма, сіз көрдіңіз ба тергеуші? Шақыртты, бірақ жаңағы ең бірінші үйдің хозяинын шақыртты, кейін жаңағы әйелді шақыртты. Ол басқа ешкім, мен қанша раз вопрос еттім, чтобы бәрімен біріктіріп басын не алсын деп. Беттестіру жүрсін деп. Оған ешқайсысы не істеген жоқ. Тергеушіге айтсам, тергеушілер жаңағы оперлар жұмыс істемей жатыр, ешкімді алып келмей жатыр деп жауап береді, қайта сұрайын, сөйтіп жауап береді. Тергеуші кімдер отырды? Нақты кім болады? Замначальник был на русском. Нақты білесіздер ме? Жалпы нақты қашан келдіңіз қызметке? Қызметке? Тағайындалғанбыз. Бұл жерде Түркістан ауданында жүрген 3 жыл болды. 3 жыл болды. Бұларда қозғалған қылмыстық екен 2019-да. 2019-да қозғалған білеміз. Бұдан бері міне 3 жыл өтті. Бұл іс бойынша жалпы білесіз бе? Білемін, да. Не себептен менің өтініш хатым тергеушіге қанағаттандырылады осы уақытқа дейін? 10 өтініш хат берсем 10 да қанағаттандырылады. Бірақ неге біреуі істелінбейді? Мен талабым сол жерде. Мынау жаңағы кінәлі адамдардың беттестіру әрекеттерін жүргізуді қойдым. Өзі біледі, істе қылмыстық іс бойынша кінәлі адамды біз күдіктеніп отқан КАМАЗисті күдіктеніп отырмыз, логистиканы күдіктеніп отырмыз, мүліктің түсірген үйдегі адамдар бар, екі газель бар водитель. В общем, жалпы 7-8 адамнан беттестіріп жүргізуді сұраған. Оның барлығы мен өтінішім қанағаттандырылған, бірақ бүгінгі күнге дейін ешқандай беттестіру алмай жүрмей отыр. Осы іске қатысқаныма 1 жыл болды уже. 1 жыл бойы осының артында жүрмін мен. Тергеуші әр келген сайты айтасың, міне бүйтіп жатырмын, адам жеп жатырмын, анау қылып жатырмын, мынау қылып жатырмын. Бірақ өтінішім бәрі қанағаттандырыла береді, бірақ бүгінгі күнге дейін өтінішім бойынша бірде бір жұмыс істеп отқан жоқ. Неге жауап салып отырсың бұл делаға? Неге прокуратура білесіздер ме мына істі? Міне прокуратурадан сіздер тәртіпті қозғағансыздар тергеушіге. Кәне осы бойынша қандай контроль жасадыңдар? Айтшы маған. Міне тергеу сотымен заңсыз деп танылды әрекетсіздігі. Қайда осы бойынша енді тергеу сотымен заңдай танылғаннан кейін де контрольге алуға болады ғой? Өздерің іс қозғайсыңдар, бірақ контроль жоқ. Мына мен қаншама өтініш хаттан, қаншама өтініш хаттан бәрі қанағаттандырылып жатыр.
түрде бар жоқ енді мен қалай сендерге айтамын енді сендер түсінбейсіңдер айқайламаңыз қалай айқайламайды істейсің ба жұмысыңды істемесең орын босатып кетпейсің ба төмендеттіңіз біз мен мына сендер осы уақытқа дейін мына қанша қарап отырмын бірде бір әрекет жасап жатқан жоқсыңдар следствие сотқа қатысасыңдар отырып алып болды маған айтпайсың ба өзім контрольге аламын дейді әрі өзің жаңағы жауабың тұр міне контрольге алдық қадағалауға алдық дейсіңдер қандай нәтижесі айтыңыз не істедіңдер мен 3 жыл бойы міне срок шыққанын күтіп отырсыңдар ма бұл деланы бұл ашық ызадан кейін осылай шаршадым мен мына жігіт уже шаршады сенімден қалған уже мен қанша рет айттым алдына барып шақырсайшы биттестіруге шақырсай иә қанағаттандырамын өтінішім болды міне осымен келе жатыр не істедіңіз темаға ал маған жауап бер енді осы кезде так іс бойынша қауіпеттер ұрланған болатын бұрын соңды ол бойынша фабул вообще не болды қандай фабул не болды Әлмерек ықшам ауданында орын алған Алматы қаласы Түркісу ауданы полиция бөліміне қарасты ауданда соның аумағында тауық еті 2019 жылы ұрлаған болатын осыған дейінгі тергеумен анықталмаған Әшім есімді азамат күдікті болып танылып іс бойынша ол бойынша тауық еттері бұрын соңды анықталған сақтау қолхаты арқылы жәбірленуші Мұсаев Талғат мырзаға берілген болатын ол қылмыстық істе тіркелген іс бойынша аспектен айтып ба сасып шекпейтін агресия айтып отырсың ғой суреттер бәрі бар шіріп сасып жатқан агресия неше күн далада жатыр күннің астында іске тіркелген болатын онда тауық еттері анықталған Ляйляева Зарина деген куә бар іс бойынша жауап алынған ол кісі айту бойынша сатып алған ол кісіге сатып бер деп берген тауықты тоже тергеумен анықталмаған сол Әшім деген кісі телефон арқылы звондаған ол кісіге осылайша куәдан анықталған тауық еттері әрмен қарай үй анықталды тауық ет сақталған үй ол іс бойынша жауап алынды ол кісіге сақтауға тек қана рұқсат алған тауық еттер сол үйде сақталған кейіннен полиция қызметкерлерімен алынған тауық еттер тергеуші қазіргі таңда не болды қылмыстық қандай шешім қабылданды қазіргі таңда қорғаушы мырзаның жеке тапсырмасы айтуы бойынша жеке тапсырмаға жіберілген беттестіру қашан мен жібергені бір жыл болды ғой бетке атқаным бір жылдан бері жеке тапсырма деген жігітті таппай жатыр ғой қазір қалай таппайсың командир таппай жатсың ба кім таппай жатсың жеке басы анықталмаған ғой әлі қалай жеке басы тергеуге де жауап алынды ғой бәріне командирсен де алынды жаңағы тұлғалардың бәрінен алынған оның бәрі сатып алу үшін бәрі мен сіздер әшін шашын бергенде командир шақырдың үйіне бардық қой біз ол баланың үйіне бардық иә басында бардық қой біз үйіне Әшім деген тергеумен анықталмаған адам сіз бірінші біліп алсаңызшы кім екенін жарайды анықталмаған адам бұл жерде бір адам емес қой мен бірнеше адам бар бұл жерде неге командирсің анықталмай жүрсің ба жеке басың командир анықталған қайықта енді сонымен биттестіріп тұрады иә дедің ғой ол бойынша жеке тапсырмалар жіберілген қане тапсырмаң бір жыл болды ғой жеке тапсырмалар ол қашан келетін нәрсе ол қорғаушы мырза бүйтейікші сіз маған приемға жазыңызшы қабылдауға маған талап тілегіңіз қой маған әкеліңізші мен өзім напарпашкин қолыңызға статья 3 жыл бойы түк істемейсіз ғой болса да 3 жыл бойы істемеген нәрсе бұл жерде Әшім деген жігіт табылған жоқ жеке басы анықталды енді ол қашан табылады 7 адам бар бұл жерде ішінде қазір жеке жедел уәкілдің қызметкерлері іздеп жатыр табылмай жатыр анықтаймыз камаздың иесі білесіңдер аты жөні бар яғни камазы бар адам таппай жүрсіңдер неге жаңағы үйдің иесі бар үйіне бардыңдар агресия түсірген үйді де білесіңдер ол адамды да шақыр дедім беттестіруге қоятын сұрақтарымызды қояйық оны шақырмайды 2 газельді айттым мен саған 2 газельдің водителін алып кел деп анықталды ғой жеке бастары сол кезде алып кел дедік оны да әкелемін дейсің бірақ жоқ бірақ қағаз жөнінде қанағаттандырылып жатыр бәрі біз ана үйіне де бардық қой бір тергеу сотымен де заңсыз деп танылды әрекетсіздігіңізді біз білесің товар алып келдік деген баланың үйіне осы уақытқа дейін айттым сол кезде айттым ой бұрынғы тергеушілер бәрін бүлдіріп кеткен өзім дұрыстап тергейтін боламын деп сенің ізіңде жүргеніне 1 жыл болды ғой сенің ізіңде жүрген олар жеткізетін жедел уәкілдері бар біз жеке тапсырма береміз қайда жедел кім роскосс бар жедел уәкілдің бастығы не істеп жатсыңдар осы уақытқа дейін адам таппай адам просто атып жүреді ме ол жерде жедел іздестіру жүріп жатыр 3 жылдан бері таппай жатсыңдар ма жердің бетінде адам таппай жатсыңдар ма астына кіріп кетсең жарайды таппайтын шығарсың не істеп жатсыңдар әшейін жүрсіңдер ма бұл жерде тек адамның аты ғана бар қылмыстық іс бойынша не болады деп қаншама қылмысты көрдім бірақ мына сіздердің жұмыс істегендеріңе таңғалдым бұл алдында роктан келген дело роктан келгенде де тым жұмыс істемеген былтыр кеткен ішінде қаншама адамның запистері жоқ одан кейін тергеу өзіміз контрольге алдық сіз ропқа да қарайсыз ғой роктан былтыр келген дело міне маған түсті мына адамның өзінде де қанша жыл жоқ
біз басында кішкене мына тәртіпті іс қозғалғаннан кейін мына тергеу сотымен қаулы шығарылып жатыр, жеке қаулылар шығарып жатыр. Кішкене контроль прокуратура сіздер қайда қарайсыңдар сонда, осындай көрмейсіңдер ма? Еще өздерінің жауаптарында тұр, қадағалауға алдық біздің бақылауымызда деп. Сонда нені бақылап жүрсіңдер сонда? Бірде ғана до сих пор сотқа жетпей жатыр. Biz аны үйіне бардық қой біраз. Қорғанымызда давайте осы марттың соңына дейін күнді берілсек, марттың соңына дейін осақтан адамдардың бәрін шығарып егер жұмыс істей алмайтын болсаңдар, істі беріңдер, ДВД тергесін, болмаса басқа облысқа жіберейік бұл дела. Түркістан ауданы жұмыс істей алмайтын болса. Теңізбен бүгін танысам толық, не талап етіп жатыр, соның бәрі. Сонда осы уақытқа дейін қарамағыңыздар тергеушінің осы істің қайта жауабына түсіп жатыр, қайта мынау тәртіптік іс қозғалысты қарамайсыздар ма? Бақылауға алудың жоқ па? Сіздің келген уақытта бері екен. Орындалып біз жерде Әшім деген жігітке байланысты болып тұрып, Әшім қазір анықталмай жатыр. Қалған істің бәрі анықталған. Адам қайда? 7 адам тұрады. Іште 7 адам тұр. Сіздің тағы да беттестеріңізді салып отыр. Талап негізі бүгін танысам, оқып шығамын. Егер соны болса осы аптада бәрін істеймін. Осы аптада маған істің шешім қабылданып, кінәлі адамдар анықтап, визжок бар, айғазат бар, коммунистер бар, товарды алуды қабылдаған адамдар бар, түсірген адамдар бар, тасыған адамдар. Сонда товарға кетті, сонда бәрі бар ғой. Осы апта сізге айтып осы апта толық қандай жұмыс істеп, сізге осы аптаның ішінде осыған бір шешім қабылданды. Егер де Түркістан прокуратура жұмыс істей алмайтын болса, полиция басқармасы жұмыс істей алмайтын болса, ДВД-ға барайын, генералына, кімнің бас қаланың прокурорына да барайын, болмаса генеральный прокуратураға осы дело алып шығарып. Мен уже сіздер жұмыс істей алмайтындарға осы қойдым осы осы апта нақтылап жұмыс істеп, іспен таныстырасыз. бір сұрақ осы арада нақты шешіп алайыншы. Қазір бұл қылмыстық істің мерзім үзілді ме, әлде қысқарды ма, әлде жүріп отыр ма? Яғни мерзім үзіліп тұр, қазір. Қазір қайтадан жаңғыртып, қайта үзіліп солай жұмыс істейді. Тергеуші жұмыс істей алмайтын болса, басқа істейтін тергеушіге беріңдер. Бұл тергеуші адам мазақ қылғаннан басқа тек ештеңе келмейді. Ол да сұрағыңыз қарастырыңыз. Біз қазір Түркістан ауданы прокуратурасына келдік. Өкінішке орай осы уақытқа дейін 3 жыл бойы прокуратура ешқандай жұмыс жасамаған. 3 жыл бойы міне полиция басқармасының басшысы да келіп отыр. Ол да ешқандай 3 жыл бойы жұмыс жасамаған. Мына істен хабарсыз. Бірақ енді қазір маған осы аптаның ішінде шешім қабылдаймын деп уәде беріп отыр. Мен осы істі өзім қадағалауымда болады. Содан кейін әрі қарай барлық жағдайдың бәрін әлеуметтік желіге жариялайтын боламыз. Сіздермен бөлісіп отырамыз. Адам бар. Менің есімім қазірден ашық. Жақсы, ол ашық болғанмен маған жұмыс істейтін керек. Қалған күні келіңіз, мен қабылдаймыз. Жақсы.